заманда дін мұсылман аманда. Қара Қыпшақ қобыланды, атасы мұның Тоқтарбай, халықтан асқан болды бай. Байлығында есеп жоқ, айдалып бағып жайылды, төртілік малдың бәрі сай. Жаз жайлауы көзді көлді жайлаған қалың Қыпшақ жағалай. Тоқтарбайдың дәулеті ішкені мас, жеген тоқпай кедейдің көңілі жай. Қыз тауы қараспан көкке таласқан, ат үйірінен адасқан. Қалың Қыпшақ тізіліп, қонса қоныс жарасқан. Әліп таңба Қыпшақтың атағы озған алаштан. 80-ге жасы келгенше бір бала көрмей Тоқтарбай қайғыменен қан жұтып ақылынан адасқан. Сөйлесі сұңқар қиясыз, еш нәрсе көрмей дүниеден. Өткенім бе деген тұяқсыз Тоқтарбайдың зарына қалың Қыпшақ қайысқан. Әулие қоймай қыдырып, етегін шеңгел сыдырып, жетіп бірге танысқан. Әулиеге ат айтып, Қорасанға қой айтып, қабыл болған тілегі, жарылғандай жүрегі, аналықтай бәйбіше қабырғасы майысқан. Елуге жасы келгенде көзімді ашпай дүниеден. Өтемін бе дегенде сонда көрген арыстан. Бір ұл бір қыз атадан, қыздың аты Қарлығаш, Қобыландыға қарындас. 6 жасқа келгенде арыстан туған Қобыланды. Қазынадан қамқа киеді, өзінің еншім болсын деп тобылғы меңді тұратты. Енші қылып мінеді, Қобыландының тілегін бүкіл Қыпшақ тіледі. Қайыры көп халқына енді түсіп салтына. Таулар күйіп тас шанған 6 жасар баланы елбеңдеген зарпына. Өзі 6 жасында кәмшат бөркі басында, тобылғы торат астында, қаршығасы қолында, тазысы ерткен соңында, жеті бірге сыйынып баратұғын жолында. Тоқтарбайдың жылқыда 90 құлы бар еді. 90-ның бастығы Естеміс деген ер еді. Естемісті көруге жылқыға бала жөнелді. Жылқыға бала барған соң, баурап малын алған соң, 90 құл мен Естеміс риза тауып қалған соң, қолғанат пен құйрыққа енді Тоқтар кенелді. Қобыландыны барған соң Естеміс ерін баулайды. Күнде күйік аулайды, кездессе жауын жаулайды. Жылқыда жатып Қобыланды екпіні оттай қаулайды. Қаршығасы қолында, құмай тазы соңында.